кітабымды йо сабақтың бәрін орындап қойдым по идее. Енді ютубқа осы азғана ремонт жасадым. Сыртқа бір шығып қайтайықшы. Мыналар не алып жүр? Өлтіріп тастайыншы мыналарды. Ютубқа осылай кіріп кетпешіне бүкіл затын бозып тастайды бұлар, по-моему. Бәрін атсың керек емес мынаның бәрі. Сұрақ белгісін басып кеттік. Лагать етіп кетпесін енді. Өлтіріп тастайық енді. Үшеу тұрып алғың ба? Біріншісі, давай. Второй, третий. Бір химчистка апарып алмасам мынау. Өрмекші зомбилар кіріп кете берді ғой. Кузницаға барып қайту керек еді. Бәрін сәлем тұр, қалайсыңдар сендермен бірге мен Дарын. Видеомызға қош келдіңдер. Арнатрге лайк басып қойыңдар. Кузницаға келдік, мінекей. Ауылды бірнеше минутқа аралап қайтатын боламыз. Так, ё-моё, бұны кузницаның ішіне кіріп кетейінші, жинастырып болмай, шашылып жатыр ма еді? Пайдика бәрі нормально. Азғантай алысайын мынадан ше. Давай кеттік. Ауылды біраз аралап қойдық. Жителер азайып қалған ма? Йо. Жителер азайып қалыпты ғой что-то. Мэр кетіп қалған ма, кетпеген ма? Бір қарызым бар еді оған ше. Қарызын қайтарған жоқ әлі маған. Заявление жазып жіберген болатын. Жаңадан салынған ауыл болған дейді. Полицейскийлер жоқ әлі. Мэр. Йо, мэрім жоқ қой. Үйінде түгі жоқ қой мэр болған. Бір книжный шкаф бар, верстағы бар болды. Төбеге барып тұрып, төбеге ше. Давай, төбеге шықтық. Зор екен ғой мына жері. Үшті зор. Жеселердің бәрі YouTube қауысының айналасында жүр ғой. Бір жеселер екен ондағы. Түсіп кетпек басқа. Аяғым сыныптағы. Тоқта не жеселер қандар жатыр. Тоқта жаңа көрінер ме қараңдар. Ана жерде бірдеңе бар ғой пай дейді. Пәске түсейікші давай. Түспей кеттік. Былайынан ақ түсе салам мен. Давай бұл осылай түсе салайық та. Кеттік давай. Жүгіріп барақ. Тез. Мет жауын да. Неғып көру болмайды. Запрет қойып тұрды. Полицейскілердің өзі қойда. Қанды бас кетпеге. Жителдер ғой мына жерде. Жител чоттам неғып мына жерде тұрсын әрі жиналып. Не болған неғықта? Бұяқта не болған айтам, сенбейсің. Айтсай, не болды ғой мен сенем. Дай айтсай. Мына үйде бір жител зомби қиналып кетті. Соны енді полицейскийлер іздеп жатыр, қашып кетіпті. Қашып кетті? Не ішін көрейші? Бір зомби кеп жителді тістеп қандар шашырап кеткен ба? Сондай оқиға болған ғой. Енді полицейскийлер оны іздеуге кетті, маған күзетуге қалдырып кетті. Сен қалай күзетесің бе жител? Қан үйлері жоқ па зомбилар, тексеріңдер ма? Бұяқтары жоқ, таза барлық. Енді қан бас кетпейші. Енді полицейскийлер қайда кетті? Енді ол Астана жақты тексеруге кетті. Алматыны тексеріп қойды. Болыпты оны. Достар, мұны яқта бір жител зомби қиналған дей ма? Кіріп көкті ау ішіне. Кеттік давай. Жител ішіне кірсем бола ма? Кіруге болмайды, менде суық қару бар. Суық қаруын көрсетші. Көрсетуге болмайды.
Ё-мо, житель. Изумруд берме, житель. Алмаз изумрудтар толтырып берем. Bir stak изумруд бар, житель. Bir stak изумруд бар. Мынысы изумруд па? Ойлап көрейін. Ойланып көрейін, кіргізесің ба? Давай. Саудаласайық. Мұны керек емес зат қой сенде, житель. Менің бәрі керек заттар ғой. Онда бар, кірмей қоямын ішіне. Өтірік айтамыз да, тоқта. Мынаяқпен айналып барайық та. Ұстап аламыз, Айбай, мына тисе аштады, ауыртады. Электрат. Қандай ток му? Бияқпен көрейін. Житель көріп қойын, житель. Lan sındırsak қалай етеді. Мына ерді, тоқта. Мен бір зат алып алайын, сонымен сындырып ішіне кіріп кетеміз, Мен назат алып алайын. Мінеки назат бар екен ғой, осы затпен. Хоппа. Ар жағын сындырсақ житель көріп қоятын шығар, Мінеки міне керекті заттардың бәрі бар ғой. Бір блок қойық та, көрейік. Ішіне түк болмаған ғой, ішінде ешнәрсе болмаған ғой, қалай бізге кірмей деп отыр. Арғы комнатан, арғы үйді көріп тұрмын. Бұлар сонда. Не істей? Алсаң көлікті да ғой. Жалып көтті ғой. Криперлер жаған ғой. Ауылдың шет жағында бір күзет тұрмасаң, бұзақылықтар көп болып кеткен, Дұрыс көрмей қалды ғой. Кәм былай көріш. Неге, ё-мо. Артына терезе жоқ. Жоқта барлық таза ғой мына жерде. Ар жағында ғана бар екен да онда, Мына жерде жарылып кеткен, қараңдар, достар. Бұлар сонда қалай жарылады, Оның жителдерде жаратын порох жоқ, динамит жоқ. Ауылға полицейский саламыз ғой, келесі бөлімде, Бұл ютубтан түсіп атқан көп ақша бар, соның бәріне полицейский больница сап түсеміз ғой. Ауылдағы жителдерде азайып кеткен ғой. Оны бұзақылық көп болып кетіп қалады барлығы. Ё-мо. Достар, мұны қандай зомби жіберіп тұр деп ойлайсыңдар, мына зомбилардың барлығы. Біздің ауылға келмейтін еді ондай зомбилар, әртүрлі скелеттер. Бұндай оқиғалар болмайтын еді. В общем, достар, келесі бөлімде полицияның бөлімшесін салдыратын боламын. Қысқасы, видеоны артынан түрткен лайк басып қойыңдар. Біз осымен видеомызды аяқтаймыз.